Сәлеметсіңдер ме балалар? 4-ші сынып қазақ тілі пәні. 80-ші сабақ бақылау мазмұндамасы. Балалар, бүгін өткен тақырыптарды пысықтап, мазмұндама жазатын боламыз. Олай болса, мазмұндаманы мұқият тыңдап, есте қалғандарын сұрақтардың көмегімен көркем жазатын боламыз балалар. Мазмұндаманың тақырыбы табиғат біздің анамыз. Адамзат табиғаттың бір бөлігі. Адамды табиғаттан, табиғатты адамнан бөліп қарауға болмайды. Көк аспан, қара жер, биік тау, көгалды бау, өзен, көл мен ыстық шөл, жабайы жануарлар мен аңдар, сайраған құстар, қыбырлаған жәндіктің бәрі осы табиғатқа жатады. Адам осы табиғатта тіршілік етеді. Адамзат бар қажетін табиғаттан алады. Табиғатты ластап, оған зиян келтіруге болмайды. Табиғат біздің анамыз. Табиғатты аялап, қадірлеп, қорғау қажет. Мазмұндама 60 сөз, 8 сөйлемнен тұрады. Ал енді балалар, сұрақтарды тыңдаймыз. Адамзат ненің бөлігі? Адамды табиғаттан бөлуге бола ма? Табиғатқа нелер жатады? Адам қайда тіршілік етеді? Адамзат қажетін қайдан алады? Табиғатты ластауға бола ма? Табиғатты қорғау қажет пе? Балалар, осы сұрақтардың көмегімен мазмұндаманы көркем жазамыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Балалар, егерде каналға тіркелмеген болсаңдар, видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.